Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерге библиографиялық әліппе жобасының аясында картотека дегеніміз не және оның қандай түрлері бар деген сұраққа жауап беретін боламын. Ендеше ең алдымен картотека дегеніміз не, соған тоқталып өтсем. Картотека дегеніміз белгілі бір реттілікпен, мысалы алфавиттік тәртіппен, тақырыппен, мерзіммен, тағы да басқа тәртіппен біріктіріліп, жүйелі орналастырылған ақпарат беруші қима қағаздар тобы. Қима қағаздар тобы дегеніміз біздегі бұл жерде жәшіктерде орналасатын біздің карточкаларымыз. Енді картотекалардың түрлеріне тоқталып өтсек, картотекалардың түрлеріне газет және журнал мақалаларының картотекасы, тақырыптық картотека, өлкетану картотекасы жатады. Ескерте кететін бір жайт, негізі картотекалардың түрлері өте көп. Бірақ қолданыстағысы және сұранысқа иесі бұл аталған 3 картотека болып табылады. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтсек, ең алдымен газет және журнал мақалаларының жүйелі картотекасы дегеніміз, ол өзінің аты айтып тұрғандай, бұл жердегі мәліметтер сала бойынша орналасады. Бұл картотека негізінен жүйелі каталогқа құрылым жағынан қатты ұқсайды. Жүйелі картотекаға мемлекеттік және саяси қайраткерлер, ғалымдар, суретшілер, жазушылар, өнер қайраткерлері және олардың шығармашылығы мен қызметі жайлы мәліметтер жинақталады. Екіншісі бұл бізде тақырыптық картотека. Тақырыптық картотека дегеніміз өзінің аты айтып тұр, белгілі бір тақырып бойынша құжаттарды көрсететін картотеканың түрі болып табылады. Тақырыптық карточкалардың ерекшелігі олардың өзектілігінде болып табылады. Үшіншісі өлкетану картотекасы. Өлкетану картотекасы өзінің аты айтып тұрғандай, белгілі бір ауыл, аймақ немесе облыс бойынша шығатын газет, журнал мақалаларының сипаттамасының жиынтығы болып табылады. Бұл картотекамызда құрылымы жағынан газет және журнал мақалаларының жүйелі картотекасына ұқсас, өзінің ішінен алфавиттік тәртіппен, жылдық хронологиясымен орналасады. Одан бөлек жаңағы саласы бойынша орналасады. Тағы да бір ескерте кететін жайт, картотекалардағы карточкалар 5 жылдан артық сақталмайды.